Латын әліпбиіне көшейік деп жатыр. 2025 жылдан бастап түбегейлі көшпекші. Кейбіреулер осы 17 жылдан 2017 жылдан көшейік деген ұсыныс айтып жатыр. Біреулер тіптен осы келесі жылдан бастап кірісейік бұл мәселеге деп жатыр. Жұрттың біраздары соны қолдап жатыр. Ал біздің көзқарасымыз басқа. Өйткені бізде осыны зерттегенбіз, белгілі деңгейде білеміз деп айтуымызға болады. Енді бүгінгі күнге дейін мынау кириллицада миллионнан астам кітап басылған. Әртүрлі ғылыми еңбектер бар оның ішінде. Одан да басқа түрлі мәселелер жетіп артылады. Ал енді соның көшетін болсақ, бұның барлығы қалады. Оның барын әрине іріктеп, таңдап бастыруға болады. Бірақ оны кім басып береді деген сұрақ туады. Жақында менде бір топ мектептің директорлары болды. Олар айтты, мынау кейбір оқулықтарды мектепте 5-6 баладан оқып жатыр екен, бірлесіп. 5-6 бала. Неге десек, мынау мемлекеттің қаржысы жоқ болған, жаңағы басуға. Сондықтан 5-6 баладан бірлесіп оқып жатыр екен. Ал енді мемлекет тек мектеп оқулықтарын басамай отырған кезеңде кім басып береді оның барлығын? Бір. Ал енді екінші мәселе. Латын әліпбиіне көшейік дейік. Мысалы, бүгінгі таңда қазақ халқының 60%-ға жуығы, кезінде президент тең жарымнан астамы, 50%-дан астамы деп айтқан. 60%-ға жуығы керек десеңіз, одан да көбейіп кетуі мүмкін. Өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Рухани мүгедекке айналған. Қазір кез келген мекемеге барайық. Осы айтыңыздар, осы жерде пәлен деген мекеме бар. Қазақтың жігіттері көп істейтін мекеме болсын. Соған барайық. Егер сол мекеменен өз ана тілінде жазалатын 10 адам тауып берсеңіздер, мен сіздердің беттеріңізді сүйейін. 10 адам тауып берсеңіздер. Кезінде мынау үкіметте 300-ге жуық қазақ істеді. Соның ішінен 5-еуі ғана өз ана тілінде жазалатын еді. 5-еуі ғана. Әне күні мен Астанадағы ауруханада жаттым. Президенттің іс басқармасы ауруханасында. Сонда 300-ге жуық қазақтың қыз-келіншектер жұмыс жасайды екен. Солардың 90% бір-бірімен тек орысша сөйлеседі. 90%. Сондықтан мынау қазіргі кезеңде әне күні біреулер шығып айтып жатыр. Оны да биліктің тапсырмасыменен. Ойбай, бізде өз ана тілінде жаза алмайтын, оқи алмайтын 25% ғана адам екен. Атасының басы, ол шылғи өтірік. Егер кейбір жерлерде 70%-ға етіп қалған. Астанада оқитын қазақ балаларының 47%-і тек орысша оқып білім алады. Мектепте. Ал одан басқа көшеде біз зерттеу жүргіздік. Көшеде Астанада әрбір әңгімелесіп кетіп баратқан адамдардың
10 топ іріктесек, соның 8-і немесе 9-і бір-біріменен орысша әңгімелесіп бара жатады. Міне. Сондықтан мынау халқымыздың үлкен бөлігі өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Ал сондықтан латын әліпбиіне көшсек, сонда аналардың барлығы ол қазір кириллицаның өзінде үйренбей жүргенде, латын әліпбиіне көшкенде үйрене ме? Оның бәрі сояқта қалады. Сонан кейін қазақтың ауылдан келген жігіттердің, енді бұл қазақтың шамамен 20%-ы осы Алматыда, Астанада, басқа қалаларда қызмет жасап жүр. Солардың барлығы қазір араба тасып жүр базарларда. Сонан кейін күзетшілікте жүр. Онан кейін әртүрлі жұмыстарда жүр. Міне сондай жұмыстарда жүр. 20%-ы қазақтардың. Ал енді сонда 80% қазақ олар балаларын асырай ма? Жоқ, әлде латын әліпбиін үйрене ме? Міне мәселе. Сонда 80% қазақ өзінің несінде қалады. Сонан кейін олар газеттердің барлығы өз қазақ газеттерінің барлығы неге көшеді ғой енді? Латын әліпбиіне. Сонда олар тек орыс тіліндегі шыққан газеттерді алады да соны оқи береді. Міне, сондықтан бұл тікелей қазақ халқын екіге бөледі. Сонан кейін мынау Өзбекстан көшті, Әзербайжан көшті. Өзбекстанда да, Әзербайжанда да менің таныстарым, жақын адамдарым көп. Солардың барлығы қарсы пікір білдіріп отыр. Ал енді кезінде Өзбекстанда жаңағы 500 000 тиражбен шыққан газеттер қазір 3000 тиражбен шығып тұр. 3000 тиражбен. 5000 біреулері ғана 5000 шығып тұр. Ал енді қазір қазақшаға көшіңіздер, қазір мына егемен Қазақстанымыздың өзі 1000 данаға түседі. 1000 данаға түседі. Міне сонда қалай бар? Ал егер бүкіл республика болып көшетін болсақ, мына Қазақстанда қаншама өзбек газеттері бар, ұйғыр газеттері бар, содан кейін басқа тілде шығатын газеттер бар, орыс тілінде шығатын басылымдар бар. Солардың барлығы көшетін болса, онда біз бұған қарсы емеспіз. Бірақ тек қазақ тілін ғана көшірмекші. Басқа газеттер өз орнында қалады. Өзбекше шығатын газеттер өзбекше шыға береді. Қырғызша, орысша шығатын газеттер орысша, солай қала береді. Тек қазақ тілін ғана көшірмекші. Бұл кімге керек? Бұл тікелей ұлтты жоюға бастайтын қадам. Міне, содан кейін біз бекерден бекер қарсы шықпаймыз. Мысалы, 1989 жылы орыстың тілі мемлекеттік тіл болып кеткен кезде жұрттың басқа депутаттардың бәрі үстелдің астына кіріп кеткен кезде, сол кезде мен билікке қарсы шықпағанымда, бұның аяғы 2-ші желтоқсан болады, бүкіл елді көтереміз деп билікке қарсылық айтпағанымда, сонда орыстың тілі мемлекеттік тіл болып кеткенде, бүгінгі таңда қазақтың 85-90% орыс болып отырған болар еді. Білдіңіздер ма? Ал енді сол кезеңде мен бүкіл Москвада сөйлеген сөзімде, желтоқсан туралы сөйлеген сөзімде барлық одақтас республикалардың тілдеріне, автономиялы республикалардың тілдеріне, автономиялы округтардың тілдеріне мемлекеттік мәртебе беру мәселесін бірінші болып көтергенмін. Сөйтіп Расул Хамзатов екеуміз Горбачевті көндіргенбіз. Сонда бүкіл Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Әзербайжан өздерінің тілдерін мемлекет тіл жасағанда Қазақстан бірден орыс тілін мемлекеттік тіл етті. Сонда мен үндемей қалғанымда өсігінде жағдайларың басқаша болар еді. Егер біз Қазақстандық ұлтты тоқтатпағанда не болар едіңдер? Сондықтан Қазақстандық ұлт тоқтатпағанда Қазақстандық ұлт өзінің негізін американдық ұлттан алады. Американдық ұлттан алады. Бәріміз бұрт болуымыз керек. Тіл болмайды. Қазақтың мектептері болмайды. Міне соған кіргізіп қойған кезде біз тоқтаттық қой. Сондықтан біз бекерден бекер айқайламаймыз. Бекерден бекер. Алғашқы кезде бізге бәрі қарсы шығады. Кейін барып дұрыс екен дейді. Міне сондықтан қазіргі кезеңде латын әліпбиіне көшу
бұл тікелей ұлтты жоюға бастайтын қадам.